Қазақстан Республикасы үкіметінің мемлекеттік әкімшілік қызметшілерге пилоттық режимде еңбекақы төлеудің кейбір мәселелері туралы 2017 жылғы 29 желтоқсандағы номер 939 қаулысына сәйкес бонустардың мөлшерін есептеу әдістемесі Қазақстан Республикасы ұлттық экономика министрлігінің 2018 жылғы 15 наурыздағы номері 108 бұйрығымен бекітілген. Бұл туралы агенттіктің аппарат басшысы агенттік брифингіндегі баяндамасында айтылды. Сонымен, агенттік пен оның аумақтық департаментінің әкімшілік мемлекеттік қызметкерлерінің 2018 жылғы қызметтерін бағалау қорытындысы бойынша бонустар төлемі туралы егжей-тегжейлі айта кетсек. Бонус мемлекеттік әкімшілік қызметшілерге қызметінің тиімділігін бағалау нәтижелері бойынша белгіленетін ақшалай төлемді айтамыз. Оның мөлшері мемлекеттік органның бонустық қорын, құрылымдық бөлімшелердің бонустық қорын, мемлекеттік қызметтердің бонусын анықтаудан тұрады. 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап агенттік бойынша еңбекақының жаңа жүйесі бойынша пилоттық жоба жүргізіліп жатыр. Осы 2018 жылдың жүргізілген бағалау нәтижесінің қорытындысымен 5 айлық жалақы көлемінде бонус алдым. Бұл бонус алынған қаржы отбасылық бюджетіме үлкен көмек болды. Мысалы, өз басыма келетін болсам, осы алған қаржысының бір бөлігін биыл жоғары оқуын бітіріп жатқан қызымның оқу төлемін толық жауып тастап есептестім. Ал қалған бөлігін алдағы жылы оқуға түсуге ниеттеніп отқан ұлымның оқу төлеміне төлеймін деп жоспарлап отырмын. Қызметкердің тиесілі бонусын анықтау біріншіден арнайы құрылған комиссиямен оның жеке жұмыс жоспарының орындалуына бағалау жүргізіледі. Ережедегі формулаға сәйкес бағаланған пайыз қызметкердің нақты атқарған жұмыс күндерінің санына көбейтіледі. Осындай есеп қорытындысы бойынша агенттікте жалпы орта есеппен алғанда әкімшілік қызметкерлерге сомасы 1 және 1,5 миллион теңге мөлшерінде бонус төленді. Ол өз кезегінде қызметкердің әлеуметтік жағдайын жақсарта отырып, қызметкерлердің өз жұмысында міндетін адал атқаруға бірден-бір себебін тигізері анық. Ердәулет Кәкімжанов, Әлия Қайратқызы, Ерлан Жұматаев, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.